Әбдібекова Базаркүл Кәдірбай қызы 1978 жылы 9 маусымда Қостанай облысы Жангелді ауданының Қарасу елді мекенінде дүниеге келді. Әкесі Кәдірбай, анасы Рүскүлдің 9 баласының кенжесі. Мектеп бітіргеннен кейін 1995 жылы Арқалық педколледжіне түсіп, 1998 жылы қызыл дипломмен бітіріп шықты. Арман қуған бой жеткен еңбек өтілін Әулиекөл ауданының Шиелі негізгі мектебінен бастады. Одан әрі номер 1 Қазанбасы орта мектебінде ұстаздық етіп келе жатқанына биыл 21 жылға кетті. Осы 21 жыл ішінде алдынан талай шәкірттерді білім нәрімен сусындатып тәрбиелеп келеді. Менің есімім Жақсылықова Сары. Қазанбасы номер 1 орта мектебінің 2015 жылғы түлегімін. Қазіргі уақытта Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 1-ші курс магистрантымын. Мен бүгін мектептегі аяулы ұстазым болған Базаркүл апай жайлы айтқым келеді. 2011-2015 жылдар аралығында аудандық абай оқулары, облыстық жарқын болашақ олимпиадаларына қатысып, Базаркүл апайдың жетекшілігімен жүлделі орындарға ие болдым. Сол себепті менің ғылым жолына түсуіне және де тұлға болып қалыптасуына үлесін қосқан Базаркүл апайға айтар алғысым шексіз. Менің үлкен өмірге қадам басқанымда ең алғашқы кездестірген жандардың бірі ол Базаркүл Қадырбай қызы. Ол кісі менің өміріме және тұлға болып қалыптасуыма зор үлесін қосты. Мен ол кісіні тек қана маман есі ғана емес, ал жан-жақты дамыған интеллект ретінде қабылдаймын. Себебі ең алғашта атап өтетін ол пән мұғалім ретінде оқушыларға сапалы білім беруде талмай еңбек етуі. Екіншіден, оқушылардың бойындағы шығармашылық бастаманы байқап, және де оны дамытуға бар күшін салуы. Және де Базаркүл Қадырбай қызының бойындағы бар қасиеттерінің ішінде ең қатты ұнайтыны ол оқушылардың жас кемшілігіне қарамастан оларды тұлға ретінде өзінің ақылшысы және көмекшісі ретінде қабылдауы. Базаркүл Қадырбай қызы мен ұстазым 2012-2013 жылдар маған сабақ берді. Өте керемет маман иесі. Ол кісіні адам ретінде де ұстаз ретінде өте қатты сыйлаймын. Сайысқа қатысып жатыр екен, ол кісіге үлкен сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Базаркүл Кәдірбай қызы жұмыспен қоса өнерді де қатар алып жүреді. Оқушыларды өнерге баулып, өзінің бойындағы жақсы қасиеттерді шәкірт бойына сіңіре біледі. 2008 жылдан бастап оқушыларды айтыс өнеріне баулып жүрген ұстаз. Темірбеков Данияр, Жетпісбаев Мейрамбек, Жаңабаев Нұржан, Әбдібеков Алишер, Егізбаева Жанайым сынды шәкірттері оқушылар айтысында жүлделі орындарға ие болып, сөз өнерінің киесін ұғынып жүр. Бұдан басқа да сайыстардан өзі де оқушылары да құралақан қалған емес. Қадырбай қызы аяулы жар, ардақты ана, 3 баланың анасы. Жолдасы Ерік темір жолшы. Үлкен қызы Мәдина Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті. Ерсін білім инновациялық лицейінің 10-шы сынып оқушысы. Саялы 4-ші сынып оқиды. Шеше көрген томпішер демекші, балалары да қазақылықты бойларына сақтай білген тәрбиелі де сүйкімді. Республикалық облыстық олимпиадалардың жүлделі орын иегерлері. Мынау менің сезгенім ол кластың анасы. Өзінің де, өзгенің де баласы, оның баласы. Қай кезде де боланып, қайғырмайды өз үшін. Біздер үшін қуанып, қайғырады біз үшін.